Тірі өлік болған оқиға желісімен. Бүгін нәр татпағандардың 6-шы күн. Көзден жанар етіп, қарауытып, еріндері жарылып, бет-аузы көп бобысып, дем алған сайын тынысы тарылып, тас жұтқандай, әрбір деммен бірге бойға жалдың уыты кіріп жатқандай. Дауыс шығарып, жандағыларға белгі бермек болып еді, өз даусынан өз естімеді. Тамағы бітіп қалғандай, үні шықпаған соң тағдырға мойынсынды. Іште қан жылай қозғалыссыз қалды. Біраздан кейін басын бұрып балаларын көрмек болды. Оған дем жетпеді. Күші бітіп әлсіреген ана балаларына араша түсе алмай дәрмен таусылып, Аллаға сиынып жәрдем сұрады. Көзден шыққан бір тамшы жас денедегі қотырға тиген сор тұзындай. Тілім бетінің жарасына барып жоқ болды. Оны сезер емес. Гүлжан ананың бойында тіршіліктің белгісін білдіріп тұрған жүрек соғысы ғана. Жүректегі иман, сенім бір мезетте шашынан ұстап жұлып, біреудің тартып жатқанын сезді. Бойына қан жүгіргендей болды. Бар күш жігерін жинап ышқына естілер-естілмес дауыс шығарды, тірі екенін білдірді. Одан әрісін сезбеді. Уа Раббым, жаратушы ем, менің жанымды алсаң да балаларымның жанын қия көр. Қазақтың маңдайына біткен асылдан қалған қу тұқым. Әулеттің тамырына балта шабылғалы тұр, ара шабыл Аллам. Асыл тұқымның қайта көгеріп гүлденуіне мұрсат бер. Я Аллам, сүйенішімде, жұбанышымда өзіңсің. Мендей адал пақырыңа құлақ ас, тілегімді қабыл ет деп ажалмен алпарысып жатты. Алладан балаларына өмір тілеген Гүлжанның бойы жеңілдеп, денесі қара жердің қойына еніп бара жатыр. О, Алланың әмірі, бір мезетте кеуіп тас боп қалған өңештен жылу өтіп, бүрісіп, бармақтай болған асқазанға жан бітті. Гүлжанның басы айналып, бойға келген нәрдің қуатынан есінен танып қалды. Қанша жатқанын кім білсін? Басын сәл бұрып, балаларына қарап еді. Ажалдың төніп тұрғанын көргендей болды. Шошып кетті. Бірақ бұл ойынан тез айныды. Өйткені әлгі адам балаларының аузына су тамызып отыр екен. Балапандарының тірі екеніне қуанды. Аллаға алғыс жаудырды. Көп боп іскен еріндері, балғадай болған тілі сөйлетер емес. Гүлжан жанына келген әлгі адамның көзі мен су алған жағына, қоңқиған мұрнына сақал өсіп, шошайып кеткен иегіне байыптап қарады да, алғыс білдіргендей көздерін жұмып қайта ашты. Сендерге әзірше сорпа ғана беремін. Сәл шыдамдырақ танытыңдар. Қауіптің қатері артта қалды. Бәрі жақсы болады, деді әлгі адам. 60-та алқымдап қалған адам қазанның аузын ашып, ішінен ет алды. Босағаға жақын отырды. Етті сүйектен ажыратып алды да, асықпай шайнап жұтып отыр. 3-ші күні ғана барып Гүлжан мен оның балаларына ет берді. Сіздер тамақтанып алыңыздар, мен сәлден кейін ораламын, деп сыртқа шығып кетті. Бөтен адам болған соң оның үстіне бойларына әл біткен ана мен балалар бір-бірімен сөйлесіп бастады. Ауыздан шыққан сөз бүтіндей емес, буын болып зорға шығады. Үлкен ұлы: анашым, мына ет біртүрлі екен, не жылқының, не қойдың етінің дәміне ұқсамайды, дей беріп еді. Гүлжан: бұл борсықтың еті бойға қуат, күш береді, жеңдер, деп қатты ойға ерік бермеді. Шынымен де еттің дәмі біртүрлі, дәмсіз, құнарсыз. Кейбірі тіпті жеп жатқан кезде өзінен өзі сақталып, ұнтақталып қалады. Үй жануарларының немесе түз тағысының еті болса да, майлы тіпті шандыры болса керекті. Оның үстіне бөтен адамның күнде таңертең кетіп қалып, кешке таман арқасындағы қапшығы етке толы қайта оралатынына күдік туғызады. Аңшы дейін десең, аңшылық құралдары жоқ, немен айналысып, не тындырып жүргені бір Аллаға аян. Гүлжан балаларының әл жинап жүруге шамалары келген уақытын тосты. Бір күні бөтен адамның соңынан аңдып ізіне түсті. Оның далада өліп жатқан адамдардың шалажансар денелерінің қасында жүргенін көрген Гүлжанның тұла бойы шым ете түсті. Жүрегі шаншылып, езіліп бара жатты. Басы айналып, құлай жаздаған соң сылқ етіп отыра кетті. Ойпырмай, не болды? Не істеп жүр? Не жеп жүрміз? деген сөздерді қайталай берді.
бет-аузын тер жауып, жүрегі одан бетер қаттырақ соқты. Балаларым қайда деп орнынан ұшып тұрды да жүгіре басып үйге келді. Тез балаларын жинақтап жолға шықты. Бөтен адамнан жыраққа қашты. Балаларының амандығын ойлады байқұсана. Жүріп келеді, ентіге басып сүрініп келеді. Сүрінген сайын соңынан ажал төніп келеді. Жүріп келеді, басында ойын жүгіртіп келеді. Бөтен адамға лағнет айтайын десе, балапандары мен өзінің жанын ажалдан арашалап қалды. Алғыс айтайын десе, көрген анау. Не істемек керек? Тек балаларының амандығы, олардың болашағы. Алда не күтіп тұрғанын ешкім болжай білмейді. Аштықтан құтылса да халық жауының ұрпағы деп қуғындалатынын, бұл нәубетте үлкен ұлынан, ұлы отан соғысында ортаншы ұлынан айырылатынын Гүлжан білмеді. Бірақ оның бәрін басынан өткерді. Аштыққа көрген қорлығын ешкімге көрсетпесін деп тіледі. Авторы Ербол Қайыров, оқыған Ғалбият Нұрзат.